Армысыздар ардақтаған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын бір өткен оқиғаларға көз жүгірткім келіп тұр. Қазір өзім үшін болған бір тарихи сәттерді сіздерге баяндағым келіп тұр. Неліктен? Себебі сол оқиғалардың бүгінгі тақырыппен өзіндік байланысы бар. Оны кейінірек тілге тиек ететін боламыз. Жалпы өзім есім Рүстем болады. 1987 жылы өмірге келген болатынмын. Алматы облысы Кеген ауданы Жалаңаш ауылының тұрғынымын. Жерлестеріме жалынды сәлем. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша менің YouTube каналым көрермендері, каналға қош келдіңіздер. Осы каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Баспаналы болуға ең алғашқы сіздің қадамыңыз осы каналдан басталады. Бұл канал не үшін ашылды, оны да кейінірек сіздерге айтып беретін боламын. Құрметті достар, жалпы мен баспана нарығына, осы ипотека нарығына 2017 жылы Отбасы банкіне қаржы қызметкері ретінде орналастым. Сол кезден бастап осы нарықты зерттей бастадым. Ол кезде менде миссия дейді ғой, басқа мүлдем бөлек болатын. Яғни өзім үшін жұмысқа кірген болатынмын, өзім үшін еңбектеніп баспана алу мәселесі тұрды ең бірінші кезеңде. Яғни кейін осы нарықты үйрене бастап, Отбасы банк жүйесін жаңағы жетік меңгере бастап баспана алғаннан кейін мен мына мәселені түсіндім. Халыққа тегін ақпарат жетпей жатыр. Ол кезде жаңағы ақпараттық жүйелі кішкене әлі дамымаған кез еді. Соны өзім ойладым, осы халыққа ақпарат беру керек. Қалай баспана алу керек, жолдарын үйрету керек деген осындай ой келді де, осы YouTube каналын аштым. Оны да қазір сіздерге тілге ететін боламыз. Сонымен мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын, құрметті достар? Жалпы мен өзімнің фанаты болдым. Оны кез келген Отбасы банкінде жұмыс жасап кеткен қызметкерден немесе жұмыс жасап жатқан азаматтардан сұрасаңыздар айтып береді. Оның бірден бір куәсі, құрметті достар, міне қолындағы ең маңызды грамоталарды көрсете салайын. Міне 2019 жылы Қазақстан Республикасы бойынша үздік қаржыгер қызметкері болған Отбасы банкінде. Өнен кейін 2020-2021 жылдары видео банкир болғанмын бүткіл Қазақстан Республикасы бойынша, құрметті достар, Отбасы банкіне қызмет атқарғанда. Және 2020-2021 жылы банкир года болған. Бұл үлкен дәрежелі грамоталар, құрметті достар. Яғни бұны сіздерге бір мақтану үшін, бір дандайсыз үшін көрсетіп жатқан жоқпын. Яғни мен өзімнің білімім жеткілікті, халыққа беретін жаңағы ақпаратым мол, соны көрсетіп жатырмын. Яғни мен қазіргі таңда халыққа осы YouTube каналында сол білімді тегін таратып жатырмын. Көрдіңіздер да? Яғни 2017 жылдан бастап 2021 жылға дейін мен 5 жыл қатарынан үздік қызметкерлер болдым. Үздік қызметкерлер қатарында болдым. Жаппай тұрмай осы Отбасы банк жүйесін толығымен зерттеп, өзімнің фанаты, өзімнің маманы болдым. Енді 2021 сәуір айынан бастап мен өзімнің жеке компаниямды аштым. Компаниямның аты ипотекалық дәрігер болады. Жеке кәсіпкер, әлі күнге дейін сол жеке кәсіпкер ретінде жүрміз. Болашақта жауапкершілігі шектеулі серіктеске айналып, бүткіл Қазақстан Республикасынан Құдай қаласа, Алла сәтін салып атса, өзімнің жеке жаңа бөлімшелерім болады Қазақстан Республикасының ірі қалаларында. Сонымен, құрметті достар, өздеріңіз түсінгендей, ипотекалық дәрігер компаниясының көрсететін қызмет түрлері бүгінгі тақырып. Біз қандай қызмет көрсете аламыз? Яғни басында айтып кеткендей, мол жинаған азығымызды біз өзіміз үшін қолданбай, осы халыққа тегін ақпарат берейікші де, осы YouTube каналы сол үшін өмірге келген болатын. Көп азаматтардың жаңа ақша төлеп кеңес алуға қауқары жетпей жатады, шамасы жетпей жатады. Сондықтан дәл осы ипотекалық YouTube каналы сол үшін өмірге келген болатын, халыққа тегін қызмет беру үшін. Яғни бұл жерде YouTube каналын ерінбей көрсеңіздер, баспаналы боласыз. Оған мен 100% сеніммен айта аламын. Себебі дәл осы каналдың оқырмандар, көрермендері осы каналдың арқасында көріп, түсініп, оқып, біліп баспана алған азаматтар бар. Егер сіз дәл осы каналдан арқылы көріп баспана алған болсаңыз, соны растай кетіңіздер. Келесі бір азаматтарға мотивация болсын. Яғни дәл осы канал пайда болғанда бізде мынандай бір ой болды. Халыққа ең бірінші тегін білім беру, бірақ сол білімді нақты, ешқандай бояусыз әдемі жеткізу болды. Сөйтіп, ипотекалық дәрігер компаниясы арнайы осындай YouTube канал ашқан болатынбыз. Яғни сіз жаңа турецкий сериал, корейский сериал көргенше осы видеоларды көріп,
жаңағы өзіңіздің біліміңізді дамытып баспана болу жолдарын үйреткен болатынмын. Бұл YouTube канал Қазақстандағы нөмір бір YouTube канал десем артық айтпағам. Себебі плейлист бөліміне өтіп бағдарламалар бөлімшесіне барыңыздаршы. Барлық бағдарламалар сол жерде тәппіштеп тұрып түсіндірілген. Талаптары, шарттары, ай сайынғы төлем, переплата жағынан. Ондай канал бірде-бір азаматта жоқ, қазіргі нарықта жүрген. Мен бұны мақтанышпен айта аламын. Себебі ондай канал мүлдем жоқ. Бұл канал не үшін, жаңағы видеолар не үшін түсірілді? Сіз кез келген банкке, Сбербанкке, Банк-Центркредитке, Отбасы банкіне барып, кезек күтіп тұрмай-ақ, осы видеоны көріп, сол бағдарламаның шарттарын, талаптарын түсінсін деген. Онан кейін плейлист бөліміне өтсеңіз, жекпе-жек деген бөлімшесі бар. Яғни әр бағдарламаны бір-бірімен салыстырған артықшылығы, кемшілігі барлығы ағын ақ, қарасын қарай ретінде көрсетілген. Ай сайынғы переплатанда жаңағы ипотека деген бұл оңай нәрсе емес. Ардақты ағайын, ипотека деген оңай нәрсе емес. Ертең төлей алмай қалсаңыз, оның өзінің сұранысы бар. Судың да сұранысы бар деп бекер айтпаған ғой. Сол жайында да видео бар. Яғни сіз көрсін, оның ай сайынғы төлемін көрсін, оның переплатасын көрсін. Ертең мойныңызға қарыз ілгенде сіз оны төлей аласыз ба? Ол жағы барлығы айтылған. Ол видеоларда көп шықсаңыздар болады. Құрметті достар, мен көп созбайын. Көпшіліктің сұрауы бойынша сол видеолардың астында комментарийлер өте көп. Сізбен қалай байланыссақ болады, сізбен қалай хабарлассақ болады, сізден жеке кеңес алсақ бола ма деген сияқты ақпараттар келіп түсіп жетады. Әрине, Абай атамыз айтқан ғой, сақалын сатқан кәріден білімін сатқан бала артық демекші. Мен өзім жеке кеңесім, ақылы бағасы 10 мың теңге тұрады. Қазіргі нарықта қолжетімді бағалардың бірі десем де болады. 10 мың теңгені кейбір азаматтар айтып жүр екен, ойбай қымбат деп өзін өзі мықты азамат ретінде көрсетіп жүргендер де бар екен. Мен халықтың азаматымын, менің консультациям ақылы емес, менің консультациям тегін, менің консультациям арзан деп жатқандар азаматтар бар. Құрметті достар, ондай азаматтарға айтатыным, яғни әркімнің өзінің таңдауы бар. Әркім өзінің таңдауы бар. Қазіргі нарықта ипотекалық компаниялар өте көп. Яғни маған келем десеңіз, құшақ жая қарсы алам, басқаға барам десеңіз, мен ол үшін жыламаймын. Ең бастысы сіз баспаналы болсаңыз болғаны. Сонымен құрметті достар, бүгінгі тақырыпта ипотекалық дәрігер компаниясын көрсететін қызмет түрлері. Біздің компанияның тегін қызмет түрлері де бар, оны да айтатын боламын. Кеттік. Ең бірінші, Қазақстан Республикасы бойынша іске асып жатқан бағдарламалар аясында кеңес беру. Кейбір компанияларда мысалы тек қана бір бағытпен ғана жүреді, бір ғана банкпен жүреді. Отбасы банк болса, отбасы банк, Банк-Центркредит болса, Банк-Центркредит, 720 болса, 720 ғана жүреді. Ал менің компанияның қызметкерлері, менің компанияның мамандары барлық бағдарлама аясында кеңес бере алады. Оның ішінде ұмай әйелдер болсын, әскери бағдарлама болсын, мемлекеттік бағдарламалар болсын, 7-20-25 болсын, Банк-Центркредиттің хэштег ипотекасы болсын, стандартный ипотекасы болсын, цифровой жаңағы Freedom Finance банктың цифрлық ипотекасы болсын, немесе Ислам банктың Мурабаха ипотекасы болсын, Халық банктың Халық Сейл ипотекасы болсын, кез келген бағдарламалар аясында сіздерге кеңес бере аламыз. Оның ішінде мемлекеттік бағдарламалар да бар. Әрине мен мемлекеттік бағдарламаларды өте жаттап алғам десем де болады. 2017 жылдан бастап талай мемлекеттік бағдарламаларды іске асырған болатынбыз. 25-75 деген бағдарламалар болған, нұрлы жол деген, нұрлы жер деген, қазіргі таңда шаңырақ, бақыт отбасы кез келгеннен бағдарлама аясында кеңес бере аламыз. Міне көрдіңіздер ма? Кеңес беріп тек қана бас жағын ғана айтып қоймаймыз. Біз ауқымды, тереңіне үңіліп тұрып кеңес береміз. Яғни әр бағдарламаның өзінің шарты бар ғой. Әр бағдарлама бойынша несие тарихын тексеру дәстүрі бар, иә. Жаңағы отбасының табысы асып кетпейді ма, аса ма, жетпей қала ма, соның бәрін тәппіштеп түсіреміз. Қай жерде не істеу керек деген сияқты нестандартный бағыт бағдарда береміз, иә. Мысалы, доходыңыз асып кетсе баса не істеуге болады? Доходыңыз жетпей жатса қандай көмек түрлері бар? Қалай доходыңызды жеткізуге болады, иә? Сол жағынан да көмек бере аламыз. Өнен кейін кез келген бағдарламаларға расчет жасай аламыз. Ешқандай банкке бармай-ақ, банктың сайтына кірмей-ақ өзіміздің ноутбукпен расчет жасап ай сайынғы төлемді, переплатаны сізге санап бере аламыз. Сізге тиімді ма, тиімсіз ба, басқа бір бағдарламамен салыстырамыз. Оның ай сайынғы төлемі, оның переплатасы қандай деген сияқты. Ең бастысы сізге тиімді бағдарламаны ұсыну, өзіңіздің категорияға сай келетін. Ары қаратай табыс, доход есептеу.
енді бұны айтуларыңыз мүмкін, бүткіл компания есептей алады ғой деп. Яғни кейбір мемлекет бағдарламада табыс асып кетіп жатады. Яғни табысыңыз асып жатса, оның да өзіндік жолдары бар. Не істеуге болады, қалай жасауға болады деген сияқты. Ал табыс жетпей қалса, яғни корректировка деген бар. Яғни басқа да бір жолдарынан, жаңағы созаемщик, гарант тартудан басқа тағы да доходты ұлғайту жолы деген болады. Ондайды да санап көрсетіп бере аламыз. Ары қарата құрметті достар, несие тарихын тереңмен тексереміз, төбіне үңілеміз. Сіздің 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын несие тарихыңызды шығарып, оның барлығын тексере аламыз. Яғни ипотекаға дайындау дейді оны. Скоринг жүйесі өткізе ма, өткізбей ма? Егер өткізбеген жағдайда қандай амалдар жасау керек, не істеу керек деген сияқты. Жалпы несие тарихы бойынша да менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтсеңіз, кредитный история деген бөлімше бар. Сол жерде видеоларды да өзіңіз үшін көріп шықсаңыздар болады. Басында айттым ғой, бұл YouTube каналына тек қана халық тегін ақпарат алсыншы деп өмірге келген YouTube каналы. Бірақ көпшіліктің сұранысы бойынша сіз қандай қызмет атқара аласыз дегендіктен осы видео өмірге келіп жатыр. Құрметті ағайын, түсінікпен қараңыздар. Келесі, блокчейн деген ұғым бар. Яғни банк құжаттарына онлайн қол қою жүйесі бойынша да көмек бере аламыз. Жалпы осы блокчейн бойынша да ең алғашқылардың бірі болып, мен видео салып, видео нұсқаулығын да салған болатынмын, Instagram каналдарында да түсіндірген болатынмын. Көп азаматтар осы жерден қателесіп жатады, банкке бармай-ақ банктың договор залога, договор банковского займа дегендеріне блокчейн арқылы қол қоюға болады. Қазіргі таңда тек қана Freedom Finance банк пен отбасы банк жүйесінде бар. Болашақта барлық банктерде блокчейн болады. Ары қаратай тағы да біз қандай қызмет түрлерін көрсете аламыз? Отбасы банкінде аралық займ деген займ түрі бар. Егер сіздің қолыңызда үй құнының 50% болса, бірден әкеп, төлем қабілетіңізді растап, рәсімдей беруге болады. Мен отбасы банкіне қызмет атқарып жүргенде де осы аралық займды тиімді рәсімдеу жолдарын көрсеткен болатынмын. Яғни бірден саласап займ рәсімдегенше, ең құрмағанда бір 3 жылдық мерзімі бар депозит сатып алып, онлайн уступка аясында көмек беретін боламын. Онлайн уступканың атасымын десем, артық айтпағаным. Онлайн уступка өмірге қателеспесем 2019 жылы келген болатын. Сол кезде мен Instagram, YouTube каналымда онлайн уступка бойынша видеолар түсіріп, қалқан нұсқаулықтар жіберген болатынмын. Тегін көріңіздер, қараңыздар деп. Бірақ көптеген ипотекалық компаниялар соны үйреніп, жаңағы өзін оны ақылы сата бастады да қазіргі таңда. Әрине қазіргі таңда біздің компанияның да онлайн уступка бойынша көмегі ақылы. Бірақ YouTube каналында, Instagram каналында инструкциялары, видео нұсқаулықтар қалай сатып алу керек жолдары бар. Әсіресе менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтіп, OP деген арнайы бөлімше бар. Сол жерде OP жайында 15 минут, 16 минут түсіндірілген видео бар. Соны көрсеңіздер, отбасы банк жүйесінің ол нағыз жүрегі, нағыз миы десем де қателеспеймін. Сол видеоны көрсеңіздер, отбасы банк жүйесін түсініп аласыздар. Яғни аралық займ рәсімдегенде мен көбінесе осы онлайн уступка арқылы дайын депозит сатып алудың 4-5 жолын көрсете аламын. Онлайн уступкамен депозит сатып алғанда әрине ай сайынғы төлем көбірек болады. Ең бірінші оны сатып алмас бұрын біз несие тарихын тексереміз, төлем қабілетін тексереміз, доход жетпесе доход жасаймыз ақырындап былай. Онан кейін онлайн уступка арқылы сатып аламыз. Тіпті сол кезде доход жетпесе аралық займ арқылы рәсімдеп 1-2 айдан кейін тұрғын үй займына өтетін тәсілдері де бар. Осындай көп тәсілдерді сіздерге көрсете аламыз. Келесі, МПФ ақшасын қолдану мәселесі бойынша. Өздеріңіз білесіздер, 2021 жылы қателеспесем Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен зейнетақы қорындағы шектік сомадан асқан ақшаны ипотека рәсімдеуге, ипотеканы толық жабуға, ішінара төлеуге, яғни частичный погашение жасауға, немесе алғашқы жарна ретінде қолдануға, немесе емделуге рұқсат берген болатын. Яғни осы бойынша да бір талай видео менің YouTube каналымда бар. Қазіргі таңда осы МПФ ақшасын қолдану мәселесі бойынша да көмек көрсете аламыз. Бұл жерде де өзіндік кішкене лайфхактар бар. Ары қаратай оценка бойынша ақпарат. Ең бірінші отбасы банк болсын, кез келген банк болсын, ипотека рәсімдейтін кезде көп азамат ойлайды, несие тарихым немесе табысым дұрыс болса болды, мен ала берем, ешкімнің қажет жоқ деп. Бірақ кейін оценкадан ұсталып жатады. Сіздің алам деп атқан үйіңіз бен алам деп атқан қарыз сәйкес келмей қалады да, коэффициент залога деген болады. Оны түсіндіру өте қиын. Бір күні бір уақытым болса, әдемілеп тұрып ол жайында видео түсіріп беретін боламын. Яғни менің алдыма келген клиенттерді ең бірінші мен
доходын тексерем, кредитный историясын тексерем, алам деген үйінің оценкасы қанша болу керек, соны оценочный компаниялармен бірлесіп жұмыс жасаймыз, немесе өзім нақты санап бере аламын. Яғни Нұр-Сұлтан қаласынан Есіл ауданынан 2 бөлмелі пәтер алам десеңіз, сіз осынша миллион теңгеге қарыз алғыңыз келіп тұрса, ана алам деген пәтердің оценкасы қанша болу керек минимальный, осын санап бере аламын. Көптеген азаматтар осы оценкадан шатасып жатады. Ақшасын бірден сала жібереді да, ертең оценкасы сәйкес келмей, алам деген қарызын ала алмай қалып жатқандар да бар. Міне, оценкадан көмектесеміз. Одан кейін сенімхат доверенность дейді. Яғни заемщик немесе созаемщик басқа қалада болып қалса, заемщик аяқ асты бір жағдайларға байланысты ауырып қалса, немесе жол жүріп кетсе, қандай сенімхат жасау керек? Жалпы қазіргі таңда мен дайын тұрған бір нотариуспын десем де артық айтқаным емес, қазір нотариустың қызметін алып жұмыс жасап кетсем де болады. Сенімхаттың көп деген түрлері болады. Яғни заемщик басқа қалада болса не істеу керек, немесе заемщиктің жұбайы шетелде болса не істеу керек, қандай жолдары бар, олардың қандай рұқсат алу керек, қалай жасауға болады деген сияқты көп қазіргі таңда ол жайында да ақпарат береміз. Сонымен қатар кезекте кезі сайты арқылы жалдамалы пәтерге немесе жилфондтың сайттары арқылы жалдамалы пәтерлерге сатып алу құқығы мен сатып алу құқығынсыз жаңағы өтінім беруге конкурстарға көмек көрсете аламыз. Ары қарата бізде риэлторский да услуга бар. Біздің компанияда пәтер іздеу немесе сіздің пәтеріңізді сату бойынша да көмек көрсете аламыз. Оның өзіндік құндары бар, ол жайында кеңірек тоқталамыз қазір. Ары қарата кезекте кезі сайтына немесе YouGov сайты арқылы қызмет түрлерін ұсына аламыз. Сол жерден қандай анықтамаларды қалай алу керек, үй кезегіне тұру үшін де, заявка өтінім беру үшін де көмек көрсете аламыз. Сонымен қатар біздің ең бір фишка, ең бір керемет жеріміз компаниямыздың ипотека бойынша кілт алғанға дейін сүйемелдеу, көмек көрсету, сопровождение дейді ғой. Басқа бір ипотекалық компаниялар сияқты біз офиста отырып, әлеу ана менеджерға бар, әлеу ана жаққа бар, әлеу мынаны істе деп отырмаймыз. Себебі ол істің мәнісі жоқ, сапасы жоқ. Ол істің бірден айта кетейін. Мен немесе менің көмекшілерім ипотекаға біздің клиент үй алып жатқан кезде біз міндетті түрде қасында жүреміз. Біз ол кезде телефонға жауап бермейміз. Көптеген азаматтар маған мысалы дайректке жазып жатады, инстаграмда телефонға звондап жатады. Мысалда мен ондай кезде клиентпен бірге сопровождениеде жүремін. Займ рәсімдеп жатқанда түсіндіріп жатамын, график погашения алып жатқанда ай сайынғы төлем былай болады, кейін мынандай процентке өтесіз, бірақ сізге осынша график шығарып береді деген сияқты мәселе өте көп. Нотариуске барып жатқанда договор купли-продажа жасап жатқан кезде құжаттарды тексеру, яғни бір барған жерге екі бармай деген сияқты. Мемлекеттік бағдарламалар аясында үй алып жатқан кезде жаңа форма 6 шығару, немесе жаңағы сертификатқа арыз жазу бойынша банк бөлімшесіне барып менеджерден заявка беріп, одобрение алу мәселесі бойынша біз үнемі клиенттің қасында бірге жүреміз. Біздің компанияның ең бір керемет жері осы. Ары қарата құрметті достар, құжат жинау, құжат тексеру бойынша мағлұматтар, сіздің сатып алып жатқан үйіңіз банктың талаптарына сай келе ме, кредиттік зонаға ол үй кіре ме, ол үйдің құжаттары заңды ма, дұрыс па, ешқай жерде залогта тұрған жоқ па деген сияқты. Тек паспортын, форма 2-сын, правоустанавливающий документтерін тексеру бойынша да қызмет көрсетеміз. Енді құрметті достар, жаңағы егер біздің компаниядан тегін қызмет алғыларыңыз келсе, тегін қызмет алғыларыңыз келсе, мен көмекшілеріме хабарлассаңыздар болады. 8-778-681-79-05 WhatsApp нөмірі арқылы міндетті түрде WhatsAppқа жазасыздар. Телефонды ешкім көтермейді, жауап бермейді. WhatsAppқа жазасыздар. Ол қыздар сіздерге белгілі бір күнді белгілейді. Сол уақытта офисқа келіп, көзбе-көз кеңес алғандарыңыз дұрыс. Егер мен арқылы кеңес алам десеңіздер, менің ұялы телефоным 8-762-662-81-86. Құрметті достар, мен арқылы жеке менен қызмет алғыларыңыз десе, менде 10 000 теңге бағасы. 10 000 теңгеге, құрметті достар, сіздер керемет ақпарат аласыздар. Сонымен қатар, құрметті достар, қазір 1 минут. Сонымен қатар, құрметті достар, қазіргі таңда біз мынандай жүйені іске асырып жатырмыз. Мысалы, сіз мен арқылы 10 000 теңгеге кеңес алдыңыз, келесі жолы мемлекеттік бағдарламалар аясында
сопровождение керек болса, негізі оның бағасы 100 000 теңге. Мемлекеттік бағдарламалар 100 000 мен 150 000 теңгенің арасында. Ол нұрлы жер, бақытты отбасы және зайымның қиын емесіне байланысты. Сіздің несие тарихыңыз қандай, соған байланысты 100 000 мен 150 теңгенің арасында. Мысалы, сіз 10 000 теңге беріп, менен төлем қабілетіңізді растап, несие тарихыңызды, кредитный историяңызды барлығын тексертіп алдыңыз, доходыңыз жетпесе, оны есептеп, ай сайынғы пенсионға қаншадан салу керек бойынша мәселелерді біліп алдыңыз да, кейін сізге сопровождение керек болды шаңырақ бағдарламасы бойынша. Егер мен 100 000 теңге десем, сіз алдында 10 000 теңге кеңес алған болсаңыз, уже сізде мына жерден 10 000 теңгені алып тастаймыз. 150 000 болса, мысалы, ол жерден 10 000 теңгені алып тастаймыз. Өйткені сіз алдында кеңес алып кеттіңіз. Бір рет кеңес аласыз, уақыты 1 сағат, 2 сағат сіздің сұрақтарыңызға байланысты. Повторный кеңес алам десеңіздер, ол кезде тегін болады менен. Повторный кеңес алу тегін болады. Сол сияқты нарықтық бағдарламалар бойынша сопровождениеда бағасы әртүрлі. 200 000 теңгеден басталады. Оның алдында кеңес алған болсаңыз, яғни сол суммадан 10 000 теңгені алып тастап отырамыз. Міне, құрметті достар, барынша сіздерге ипотекалық дәрігер компаниясы қызмет түрлерін қандай қызмет көрсетеді түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ақпарат тегін керек болса, мына нөмірге хабарласасыздар. Ақылы ақпарат керек болса, жоғарыдағы нөмірге хабарласасыздар. Құрметті достар, бүгінгі видео ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, дәл осы каналға жазылыңыздар. Мен сіздердің міндетті түрде маған келіңдер деп жатқан жоқпын. Нарықта ипотекалық компаниялар өте көп таңдап өздеріңізде, бірақ бізге келсеңіздер осындай қызмет түрлерін аласыздар. Сонымен қатар естеріңізде болсын, менің YouTube каналымда видеолардың барлығы тегін бар. Ерінбей көрсеңіздер, міндетті түрде баспаналы боласыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламат болыңыздар.